Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Құрметті менің YouTube каналымның көрермендері, немесе менің осы видеоларымды тіркелмей каналға көріп жүрген азамат пен азаматшалар, сіздерден үлкен өтініш, ана жерде подписаться деген қызыл кнопка тұр ғой, соны бүйтіп саусағыңызбен фок етіп басасаңыз, дәл солай істесеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Себебі сіздің жаңағы істеп жатқан іс-қимылыңыз ол маған үлкен қуат береді. Яғни менің каналыма көптеген адамдар жазылып жатса, тіркеліп жатса, оны таратып жатса, яғни менің істеген еңбегімнің бағаланғаны ғой. Мен бұдан да күшті видеолар түсіргім келіп тұрады да, содан кейін. Сондықтан давайте, тіркелуді ұмытпаймыз. Енді қараңыздар, осыдан 1-2 күн бұрын қонақта болдым. Бір отырыста, сол жаңа жиында бір танысым, енді жақын танысым емес, бір танысым. Рүстем, 30 миллион теңгеге пәтерім саттым, сол 30 миллион теңгені енді қалай жұмсасам болады дейді да, жаңағы инвестиция жасайын ба, алғашқы нарықтан, екінші нарықтан пәтер алайын, сен банк жаңағы недвижимостьпен айналысасың ғой, бір өзің ойыңды айтып жүр деді. Осы әңгіменің арасында жаңағы қонақтардың арасында отқан бір жас жігіт, братан, жаңағы сатып отқан пәтерің жалғыз пәтерің емес қой, 30 миллионды алда, банк депозитіне салып тастаса да, содан түскен пайызға жұмыс істемей өмір сүрмейсің ба дейді да. Бәріміз енді күлдік те әңгімені жаба салдық. Бірақ ана жігіттің айтқан сөзі мен ойымда қалып қалды. Неге десеңіздер, енді бүткіл әлемде, Қазақстандарда көп қой жалқау бектер. Шіркін-ай, жаңа диванда аяқты асып тастап телевизор көріп жатсам, аспаннан ақша өзінен өзі жауып жатса деген. Ондай адамдар жетерлік. Неліктен мен оны айтып жатырмын, ондай адам көп деп. Себебі ақпарат беттерінде қазір мынандай марафондар бар ғой. Мен сені байтам, қарызынан құтқарам, сен шіріген бай боласың, байсың деген сияқты марафондар көп. Сол марафонға қатысатын адамдардың санына қарап айтып жатырмын мен. Өтірік анау алдамшы марафон да. Жаңағы анау көптеген бір кітаптарды оқып алады да, мотивационный, соны сізге құлағыңызға құяды. Ана байқұс жаңағы ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүретін азаматтар соңғы ақшасын тіпті қарыз алып сол марафонға қатысып, анау шіркін байғысы келіп кетеді ғой. Сонымен жаңағы жігіттің айтқан сөзі менің миымда қалды. Шынымен де жаңағы көп ақшаны банкке салып қойып, содан түскен пайдаға өмір сүруге бола ма деген тақырыпты зерттеп, сіздерге соны талқылап айтып беретін боламын. Тақырып солай аталады. Банк депозитіне ақша салып, содан түскен пайызға өмір сүруге бола ма? Қазақстан Республикасында екінші деңгейлі банктер, яғни банки второго уровня жазып қойдым, 12% береді. Қазіргі таңда средний 12%. 12% береді. Бұдан да пайыз көп банктер бар. Негізі 12% береді. Енді қараңыз, Нұр-Сұлтан қаласын алайық. Нұр-Сұлтан қаласында жалғызбасты азамат, үйленбеген, ешқандай кредиті жоқ болса, жаңағы бала-шағасы жоқ, бойдағы азамат, средний, өзін-өзі тарықтырмай, өзін-өзі ущемлять етпей өмір сүру үшін средний 200 мың теңге айлық керек. Шын мәнісінде 200 мың теңге айлық жеткілікті. Яғни подселениемен пәтер снимать есе де, жаңа жүріп тұруына, қыдыруына 200 мың теңге былайынан жетеді, күйінуіне деген сияқты. Жаңа Қазақстан Республикасының статистикасын сүйенбесек, ол жерде минимальный зарплата 42.500 теңге ғой. Оған сүйенбей, нағыз 200 мың теңге керек. Енді қараңыз, біз ай сайын 200 мың теңге банк дивидендтен алу үшін банкке қанша сома салуымыз керек, біз соны анықтайық. Мына формулаға жүгінеміз ол үшін. 200 мың теңге көбейтеміз, жылда 12 ай бар, 12 айға көбейтеміз, содан шыққан санды 12%-ға бөлеміз, өйткені банк 12%-ға да береді. Біз банктың шотына 20 миллион теңге салуымыз керек екен. 20 миллиондарыңыз болса, екінші формула. Оны 12%-ға көбейтесіз де, 12 айға бөлсеңіздер, ай сайын сол өзімізге керекті 200 мың теңгені алып отырамыз. Енді құрметті достар, мына жерде сіздерге ескерте кетейін. Дәл осы 20 миллион теңге қолдарыңызда болса, дәл осы ақшаны бір банкке апарып, бұрқ еткізіп сала салудың қажеті жоқ. Себебі Қазақстан Республикасында банктер депозиттерге гарантия беретін арнайы орган бар. Ол тек қана 10 миллион теңгеге дейін ғана гарантия береді. Сондықтан 20 миллиондарыңыз болса, банкке салғыларыңыз келсе, 2 бөліп салыңыздар, 2 банкке. Ана банкке 10 миллион, мына банкке 10 миллион. Технически оны істеуге болады. Негізгі тақырып бұл емес әрине. Негізгі тақырып қазір тоқталамыз. Содан түскен пайызға өмір сүруге бола ма деген. Бірақ сіздерге ескертіп жатырмын. 10 миллионнан артық бір банкке ақша салмаңыздар. Тіпті отбасы банкі болса да. 10 миллионнан артық ақшаңыз болса, отбасы банкінде семейный пакет ашыңыздар. Бөліп салыңыздар. Себебі ертең ана банк жабылып қалса, маңырап іздеп жүрмейсіздер ана ақшаны. Шын мәнісінде да.
Өйткені сіздердің 10 миллион теңгеңіз гарантиясы бар, ол қайтады. Ерте ма кеш пе қайтады. Бірақ ол үшін терлейсіздер әрине. Ары қаратай тақырыпқа тоқталайық. 20 миллион салып тастадық жаңағы. 12% алып отырамыз. Ай сайын 200 мың теңге өмір сүру үшін. Бірақ уақыт өте келе банктен түскен ақшаңыз сіздің өмір сүруіңізге жеткіліксіз болады. Жұмыс жасамай өмір сүруіңізге ол жеткіліксіз. Неге? Оның екі себебі бар. Бірінші, банк пайызы төмендеуі мүмкін. Яғни ол бір жылда 12% болса, келесі жылы инфляция, девальвацияға байланысты ол пайызын төмендетуі мүмкін. 10%-ға, 9%-ға. Яғни сіздің мына алып атқан 200 мың теңгеңіз ол 190 болып қалуы мүмкін, 180 болып қалуы мүмкін келесі жылы кей айларда. Да? Тіпті қазір банк қызметкерлері мынандай сұрақ қоюы мүмкін. Банкпен келісімшартқа отырғанда, депозит ашқанда, қандай да бір мерзімге ашқан кезде мына процентті сақтап қалуға болады ғой, сондай шарт бар ғой деп. Я бар. Олай да істеуге болады. 10 жылға, 5 жылға депозит ашып, дәл осы проценттің ставканы заң бойынша договормен сақтап қалсаңыз да болады. Яғни сіз номинально 12%, бірақ шын доходыңыз 200 мың теңге. Сонда да жетпейді ол. Уақыт өте келе жетпей қалуы мүмкін. Неліктен? Инфляция деген бар. Яғни құнсыздану. Қарапайым тілмен сіздерге түсіндіретін болсақ, сіздің күнделікті өмір сүру үшін алып атқан товарыңыз өседі да, сіздің алып атқан ақшаңыз сол товарға шақтығанда құнсызданады. Мысалы қалай? 2021 жылы бір бөлке нан 100 теңге болса, 2022 жылы бір бөлке нан 150 теңге болуы мүмкін. Сондықтан мына сіздің алып атқан ақшаңыз 200 мың теңге, жұмыс жасамай, банк депозит салып қойған ақшаңыз жаңағы өмір сүру үшін уақыт өте келе жеткіліксіз болады. Яғни сіз уақыт өте келе жұмыс жасауыңыз керек, қосымша жұмысқа шығуыңыз керек. Көрдіңіз да? Сондықтан құрметті достар, қорытындылай келе банк депозитіне қандай да бір крупный сумма ақша салып қойып, диванда жатып, шалқып өмір сүруге болмайды. Мүмкін емес. Тақырып осы. Ұнаса лайктеріңізді аямаңыздар. Сіздерге қызық болсын. Жаңағы досым 30 миллионға үй сатты ғой. Досым емес, танысым ғой. 30 миллионға үй сатты. Дәл сіздің қолыңызда 30 миллион болса, сіз соны қайда жұмсар едіңіз? Комментарийға жазыңыз. Сіздің комментарийіңіз көп лайк жинаса, сол тақырыпта видео түсіріп берем. Ал келесі тақырыпта мен дәл осы 30 миллион қолымда болса, не істеуші едім деген тақырыпта видео түсіретін боламын. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош, сау болыңыздар.